Табиғат тамыршысы қанжығасы майлы Абибулла Қақпашының айтқандарынан. Бұрын ауыл ұстасы болған Қызылқұмдағы Абибулла енді қасқыршы, қақпаншы, саятшы атанды. Қасқырлар оның бағымындағы малындай. Қасқырдың иесі, қожасы іспеттес қасқыр қожа деп қалжыңдайды ел. 70-тен асқан Құлымбетовтің әкесі Біләл Ақсақал қасқырдан гөрі қара сөз бен қағиданы жақын көрген батагөй-жан еді. Енді Абибулла қарт болса, тас төбе, Оразбай жаққа 10 шақты қақпан қойдым. Келе жатқанымызда қақпан сүйретіп бір іс кетті. Әнабелі шығар деп Қасекеңнің атын айтпай, әңгімені майын тамыза, барды-бардай, жоқты-жоқтай баяндайды. Енді сол қақпаншы Абибулла қарттың өзіне сөз берейік. Арланын да қаншығын да ызаландырып бірде 7 күшігін алдым. Мен қайда барсам, сонда барады. Қорқып сақтанып, иығымнан қос аузымды тастамадым. Мен барған жерде бірлі-жарым қойды, малды жаралайды. Мен бір үйге кірсем, сол үйден кеткемше құмның ар жағында жатады. Жауын жауып тұрғанда ізіне түстім де қақпан қойдым. Қолға түсіре алмадым. Санам санға, ойым оңға бөлініп, ақыл сұрап едім. Қырқынбай қария жақсы кеңес берді. Бетінше кеткен қасқырдың соңынан жүру білместік деді ол. Қасқырдың жасырынды жері болады. Соны табу керек. Өз жолының шетіне боғын тастайды. Немесе сарыған жерін тапқан дұрыс. Ескі ақыр, көне құдық, сарыған жеріне қақпан қойған жөн болады. Соны табу керек. Қасқыр әккі ғой. Ол жерге 3, 7, 14 күнде бір соғады. Жалпылама әйтеуір қақпан қоюға болмайды. Оған түспейді де. Малды қырған жерінде де менің соңыма түседі де біраз қашып жүріп, ұмыттырып ескерусіз келеді. Сөйтіп Қырқынбай қарияның ақылын алып, жылқы бағылатын жошы құдық маңына сарыған жерін тауып қақпан салдым. Санап жүрдім. 3 күн өтті. Оралып соқпады. 7 күн өтті. Келмеді. 14 күн өтті. Бүгін қалай болмасын келу керек деген оймен барсам, қақпанды тышқан ашып тастапты. Оны көре сала Қасекең секем алып, су ішісімен тұра жөнелген екен. Қап дедім. Бірақ қайта жолына да салып ем, соған түсіпті. Бұлардың біреу қақпанға түссе, екіншісі бір апта сол маңын серігін іздейтін. Сөйтіп жүріп екіншісі түсіп қалатын аңқаулығы тағы бар. Қақпан қалай салынады? Мәселен, сарыған бұта түбіндегі орнын домалақ етіп қазып, бетінің топырағын былай қойып, қақпанды жасыра көміп, шөппен жауып, жылқының қурап қалған тезегін сеуіп, ескі топырақпен қайта жабамын. Менде қасқырдың кесінді сирағы бар. Сонымен із салып, бетін шыбықпен тырнаймын. Із қалмау үшін аяғымды шөппен орап байлап жүремін. Із таңба салмай, қақпанды қоя салсаң, оны баспайды да, жоламайды. Қақпан бетінде түңілік киіз бар. Түңілік асты шұңқыр. Қасқырдың аяғы киізді басып қалғанда тиек серіппе ағытылып кетеді де қандауыз темір сирақты қабады. Қасқырдың өзіңіз байқаған ерекшеліктері қандай? Қасқырдың ерекшелігі қоп қой. Ол апанын суға 2-3 шақырым жерден қазады. Маңайындағы отарға тимейді. Қоздап далада қалып қойған кейбір саулыққа тимегенін көзіммен көрдім. Ал апанына жуық жерден адамды көрсе болды, бөлтіріктен алып ауып кетеді. Бір күні ауылдың бір баласы мотоциклін дырылдатып жетіп келді. Ата, қасқыр көрдім, күшіктері де бар деп ентігіп тұр. Қазіргі балалар бөлтірікті күшік дейді. Қайдан көрдің? Дедім. Ол көрген жерін айтты. Мотоциклмен тура апаның үстіне шықтым. Күшіктерін де көрдім, деп жалаң етіп, дегбірсізденіп, бол-болдың жүрдің астына алып барады. Ендігі жерде ол қасқыр кетіп қалған шығар. Адамды көрсе құрып жоғалады ғой дедім. Бала болмады. Жүріп ақыра апарды. Күдігім дәл шықты. Апам бос жатыр. Бөлтіріктерін алып тайып тұрған. Әлгі бала, жаңа ғана көріп ем ғой деп таңданумен әуре. Ізін барлай бастадым. Таптым да. Көп бөлтірігін ұзаққа кете алмасын мәлім. Асығыста борсықты өлтіріп, соның ініне бөлтіріктерін тығып қалқалапты. Сол жерден бөлтіріктерін алдық.
Қақпаныма қасқыр түссе қуанып, шаршағамды ұмытып кетемін. Негізінен жаяу жүремін. Боранда бір шоферді қасқыр жеп кетіпті, алақанымен аяғы қалыпты деген алып қашпа суық әңгімені көп естиміз. Мұның шындыққа жанасымы да бар. Жусанды жерде сұр қасқыр көрмейді. Жеке кездестірмесін деңіз. Онда ол адамды оп-оңай алады. Мылтықсыз адам түк істей алмайды. Қасқырлар бір-бірінің жерінде жүрмейді, шекарасын бұзбайды. Бұзса ұрсады. Тікұшақ вертолетпен аңдығандар жусан арасына жасырынып қалып кеткен қасқырды байқамайды. Ол тікұшақ көрсе жата қалады. Бірде жыңғылды тоғайды қамап, 14 аттылы адам бір қасқырды ала алмады. Мәселен Төбеқұм мен Құлшоқының арасы 50 шақырымдай. Бір түнде сондай жерге кетіп қалады. Жаяуы не аттылы түгілі машиналы адамды адастырып кетеді. Талай қасқыр көріп жүрміз ғой. Бір арла мені қатты таңғалдырды. Тұмсығы қайқы, ұзын, құйрығы келте екен. Түрінен қорықтым. Бөлекше. Арты көтеріңкі, алды төмен. Қақпанға түсіп, жыңғылға оралып қалған екен. Қатты қорықтым, аттым. Шам жарығы түссе қасқырдың көзі қызыл, ал киіктің көзі көк болып көрінеді ғой. Мұның көзі шамсыз-ақ жанып тұрды. Адамның зәресін тәртібіне кетіреді. Иттің тісі тіке, тура, қасқырдікі қармақ секілді болады. Тісі бір-біріне айқасып тұрады. Мына арланың ырылдағанын да көрдім. Азу тістері тура қанжардай-ау, қанжардай. Сексеуілі қалың, құмы майда жер қасқырлар мекені. Күшіктейтін жері де сол. Қасқыр жегеніне, тойғанына емес, қырғанына мәз. Қамсыз қойшыны қапыда қалдырып, зарғақ сатып кететін қасқырды малшы қазақ әрине ұната қоймайды. Әйтсе де, қасқырдың да пайдалы жағы бар. Табиғатта оның санитар міндетін атқаратын туралы жазылып жүр. Мен емге қажет тұсын айтайын. Аққу, қасқыр, жылан өтінің емдік қасиеті күшті. Қасқырдың өті, бауыры, тісінің де қасиеті мол. Жас босанған әйелдердің емшегі ісіп кетуі күтімсіздіктен болатын көп тараған аурудың бірі. Қасқырдың бауырын кесіп, кесеге кішкене езіп, 2 рет жаққанды ісік сап басылады. Қасқырдың іш майы керек, деді бір танысым. Қасқырдың іш майын алғанды кім көріпті? Ол ненің емі, дедім. Сойып жатқан қасқырдан болар болмас бір шиша ғана бүйрек май, іш май шықты. 11 жыл бала көтермеген әйел сұраған екен. Әлгі танысым апарып беріпті. Суық деген, салқын шалған несеп жолына іш май жағылады екен. Корей халқы ит етін жейді, туберкулез болмайды. Иттің іш майы да ауыртпайды. Сақтандырғыш қасиеті көп деген сөз бар. Тағы бірде қасқыр сойып жатыр ем бір әйел. Қасқырдың бүйрегін беріңізші ата, деді. 2 бүйрегін бердім. Шоққа аунатып жей салды. Мына жесінен қарадай қаштым ғой қарағым, дедім. Өкпе ауруым бар ата, деді ол мұңайып. Мақұл шырағым, шипасын берсін, дедім. Кейін сол әйел жазылып балалы болды деп естіттім. Қасқырдың тісі жағымен бірге, жеке суыруға болмайды, сынып кетеді. Ит деген балаға қасқыр тісі жақсы ем, деп қазақ тісі суға салып баланы шомылдырып жатады. Шынында, өз-көзіммен көрдім. Суға тісті салып баланы шомылдырса болды, құлан таза айығып кетеді. Ем емес жері жоқ қасқырдың. Әзелде мал дәрігерлер ат белінен шойырылғанда тотиян қояды. Оның керегі де жоқ екенін көзім жетті. Атымның белі шойырылып, біреудің айтуымен қасқыр өтімен емдедім. Терісін тіліп, аттың арқасында бидайдай өт салып, тіктім. 1 сағаттан кейін тұрып кетті. 2 бидайдай болса, ауыр соғады екен. Ал тотиян кейде тұрғызады, кейде тұрғызбайды. Қасқырдың тағы бір ерекшелігі, бір ізі бір ізін басады. 5 қасқыр бір ізбен жүреді. Білмейтін адамға бір қасқыр жүріп өткендей сезіледі. Ит ізі тырнағымен тіке түседі. Қасқыр ізі сүйірлеу келеді. Иттің алдыңғы ізінің қасына
кейінгісі тиемей қисық түседі. Иттің артқы аяғында қисық деген келімсіздеу тіркес мінезі қырсық адамға содан айтылады. Адам адамға ұқсамайды ғой. 5 қасқыр шеңгел түбінде 5 болса, дарияға түсерде біреу. Шілдеде судан, көктем шыға апаннан ұзамайды. Әрине, қыста із кесу оңай, қақпанды да байқаусыз етіп жасыру жеңіл. Енді аңыз айтайын. Бір байдың еті қасқырға қой алдырмайды екен. Мақтаулы төбет ауыл маңына қасқыр жолатпас бөрі басар болса керек. Бір күні бір көкжал қасқыр төбеден ауылға қарап тұрыпты. Сонда бай итін шақырса шықпайды. Тіпті шегіне киіз үйдің ішіндегі жүк аяқтың астына ұмтылып кірмекте болады. Мұнысы несі? Деп бай таңырқайды. Шақырады, шықпайды. Сөйтсе қасқырдың көкжалының мысы басып тұрған екен. Ол көкжалда үйге тақап келе жатады. Осы төбетпен алыспақ жұлыспақ ниетте. Бай бәрін түсініп, ай балтасын алып босағада тұра қалады да, кіре берген көкжалды қағмандайдан салып қалып ұрып жығады. Сонда ғана ит жүк астынан шығып, өлген қасқырды талай бастаған екен. Мұны айтқаным, қасқыр, көкжал, бөрі деген сөздер қазақта жігітке мақтау ретінде де айтылады. Ол бекерден бекер емес. Жазып алған Мылтықбай Ерімбетов. Қазақстан Республикасының Жазушылар одағының мүшесі. Мәлімет Абай КСЗ порталынан алынды. Оқыған Лаура Қосыбаева.